Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай өте дәмді, керемет макаронный гнезда дайындайтын боламыз, яғни салангани. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше қыздар, біз бастаймыз. Алдымен табамызға майымызды құйып, майдалап туралған жуамызды салатын боламыз. Жуамыз сәл қуырыла бастаған кезде майдалап туралған сәбізімізді саламыз. Енді оның үстіне майдалап туралған картопымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бұрышымызды да саламыз. Лавр жапырағын және де сарымсағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді томат пастасын салып, осылай араластырып, үстіне шамамен 200 мл су құйып, қапағын жауып, 15-20 минутқа піскенше қоямыз. Енді фаршымыздың үстіне бір дана жуамызды майдалап турап, үстіне тұзымызды және бұрышымызды салып, дәл видеода көрсетілгендей жақсылап араластыратын боламыз. Ал қазір сіздерге саланганидің қалай жасалу керек әдісін толық көрсететін боламын. Бір осындай саланганидың ішінде шамамен 18 штук болады. Енді қараңыздар, біреуін аламыз, осылай міне сізге көрсетемін. Осылай созып жібереміз қыздар. Екеуінің айырмашылығын қараңыздар. Дәл осылай жасаңыздар. Сонда сіздің саланганіңіз шикі болмай, асты үсті барлығы пісетін болады. Міне қараңыздар, видеода толық көрсеттім, бірақ жаймен созыңыздар, сынып кетпесін. Енді қараңыздар қыздар, астың жағын көрдіңіздер ғой, ол астында тұрады. Дайын фаршымызды, яғни начинкамызды осылай қасықтың көмегімен итеріп, толтырып ішіне салатын боламыз. Міне қараңыздар, міне төменге қарай жібереміз. Сонда біздің фаршымыз шығып кетпейді. Міне мен барлығын жасап шықтым, қыздар. Қараңыздар, енді манағы біздің дайын болып қалған подливамызға үстіне барлығын біртіндеп салып шығамыз. Уайымдамаңыздар, барлығы табаға сияды қазанымызға. Енді бір дана сарымсағымызды үстіне салып, және де шамамен көп батырмай су құямыз. 20-25 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Міне менде 25 минутта пісті. Өте дәмді қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ата енеңізге, балаларыңызға, жолдасыңызға жасап берсеңіздер, мәз болатынына сенімдімін. Жұп-жұмсақ, өте дәмді, тойымды әрі тез жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қазақ тілі каналын қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Ас болсын.